Оқиға Чикагоның суық көшелерінде басталады. Басты кейіпкер бұрынғы сарбаз Ник Гуннер. Оның жолы болмай жүр, жұмысы жоқ. Ал әскери қызметтен кейінгі қарапайым өмірге бейімделу оған өте қиын. Соғыс алаңынан тыс өмір оны ашулы, жалғыз, әрі мүлде бағытсыз адамға айналдырған. Бір күні оның жанына қара лимузин тоқтап, ішінен күзет шығады. Ол Никке көліктегі адамдармен сөйлесуді бұйырады. Бірақ Ник ашуға мініп, күш қолданады. Да, как дела, Ниссан? Лимузиннен Нитро атты халықаралық Таукен компаниясында жұмыс істейтін екі өкіл Уоррен мен Лайл түседі. Олар Никке оңтүстік Қытай теңіздегі шалғай аралға жалдамалы әскер тобын бастап бару үшін өте жоғарғы ақы төленетін жұмыс ұсынады. Бірақ Ник бірден бас тартады. Ол енді зорлық зомбылықпен әскери өмірден шаршағанын, қан төгумен айналысқысы келмейтін айтады. Кейін Ник өзінің бұрынғы командирі полковник Мерикке барады. Дәл сол адам Никті Нитро компаниясына ұсынған еді. Ник оған енді лас жұмыстар істегісі келмейтінін, зорлық зомбылықты жек көретін айтады. Бірақ Мерик оның табиғаты солдат болуға жаралғанын, қалыпты азаматтық өмірде ешқашан толық өмір сүре алмайтынын түсіндіреді. Ник неге бұл миссияға Кейферді ұсынбағанын сұрайды. Өйткені Кейфер қатыгездік пен қырып жоюды жақсы көретін психопат жалдамалы сарбаз. Алайда Мерик бұл тапсырмаға дәл сондай ақылсыз, күш емес, сабырлы әрі есеппен әрекет ететін адам қажет екенін айтады. Сол себепті Ник таңдалған. Ақырында Мерик ақшадан қиналып жүрген Никті көндіреді. Ол бұл үлкен сыйақы отбасыңмен қайта татуласуға және оларға көмектесуге берілген жалғыз мүмкіндік екенін айтады. Біраз ойланғаннан кейін Ник келісім шартқа қол қойып, бұрынғы әскери жолдастарын іздей бастайды. Барлығы әскерден кейін қиын жағдайға тап болғандықтан ақштың әр жеріне тарыдай шашылып кеткен. Алдымен Ник Цицероға барып, алғашқы серігі Жамалды Қытай мейрамханасында жұмыс істеп жүрген жерінен табады. Содан кейін ол Луизианадағы түрмеге барып, қауіпті жалдамалы Блейдсті босатып алады. Кейін Ник Бруклинде көшеде адамдардан ақша бопсалып жүрген Джимми Джиді табады. Одан соң Сан-Диегоға барып, Уэрді командаға қосады. Топ толық жиналғаннан кейін олар Бангкокқа аттанады. Ол жерде Ноланды бірнеше жергілікті адаммен төбелесіп жатқан жерден көреді. Миссия басталмас бұрын жігіттері көңіл көтергісі келеді. Сондықтан олар жергілікті клубқа барады. Клубта ішіп отырған кезде Грейс Лэшилд атты тағы бір жалдамалы сарбаз келеді. Оған Голдмаут деген жиіркенішті жергілікті бұзақы тиіседі. Джимми Джи Грейске көмектесуге араласады. Сөйтіп үлкен төбелес басталады. Ник Гуннер тез арада араласып, жігіттердің полиция ұстап кетпесін деп төбелесті тоқтатуға тырысады. Бірақ тым кеш еді. Клуб сыртына қорғаныс министрі Кейфер бастаған жергілікті күштер келеді. Кейфер бұрын Мерик пен Никпен бірге қызмет еткен. Кейфер Ник пен оның адамдарын кісі өлтірді және қалада жаппай тәртіпсіздік жасады деп түрмеге қамаймын деп қорқытады. Бірақ Ник ешкім өлмегенін айтқанда, Кейфер еш қиналмай өз адамдардың бірін атып тастайды. Сонда Ник Кейферге мәміле ұсынады. Егер Кейфер адамдарын босатса, өзі онымен жекпе-жекке шығатын айтады. Бірақ Кейфер өз дәрежесін енгізеді. Егер Ник оған қол тигізсе, оның адамдардың бірін өлтіруді бұйырады. Кейфер барлығының көзінше Никті аяусыз ұрып соғады. Оны одан сайын қорлау үшін Никті тізерлетіп қойып, мойнына аяғын тіреп тұрып, етігін тазалатады. Кейін Ник пен оның тобы оңтүстік Қытай теңізіндегі аралға жетеді. Оларды По есімді жергілікті тұрғын қарсы алады. Ол ағылшын тілін біледі, әрі ауыл ақсақалдарының аудармашысы болып қызмет етеді. Ник адамдарын ауыл шетіне лагер құруға бұйырып, тұрғындарға лагерге жақындамауды ескертеді. Кетерінде Поға ақсақалдарға ертеңге дейін шешім қабылдап, құжатқа қол қою керегін жеткізуді тапсырады. Келесі күні ауыл тұрғындары Ник пен оның адамдарын құрметті қонақ ретінде қарсы алады. Әрқайсысына үлкен жұмыртқа береді. Тұрғындар оны сирек кездесетін деликатес деп түсіндіреді. Жалдамалылар жұмыртқаны жарып, ішін жұтып жатқанда, ауыл тұрғындары үнсіз бақылап тұрады. Ник олардың мұндай тағамды тек ерекше күндер ғана жейтінін сұрағанда, По жай ғана, біз оны мүлде жемейміз дейді. Ақсақалдар келісім шартқа қол қоюға дайындалып жатқанда, Голдмаут қарулы адамдармен ауылға шабуыл жасайды.
Ауыл тұрғындары оқтың ортасында қалады. Бірақ Голдмауттың адамдары кәсіби жалдамалыларға қарсы тұра алмайды. Ник пен оның тобы өздерінің әскери тәжірибесі мен қару күшінің арқасында жауларын тез жеңеді. Адамдары жеңілген соң Голдмау жағажайға қарай қашып, қайықпен кетпек болады. Алайда Грейс базука мен қайықты тура атып, күл талқан шығарады. Бақытына қарай Голдмау жарылыс алдында қайықтан секіріп үлгерді. Шайқастан кейін По мен ауыл ақсақалдары аралдағы кен өндіру құқығын беретін компания келісім шартына қол қоюдан үзілді кесілді бас тартады. Көп ұзамай аралға компанияның заңгерлері келіп, Никке шындықты ашады. Бұл келісім алтын туралы емес еді. Аралда миллиардтаған доллар тұратын жоғарғы сапалы химиялық тыңайтқыш өндіруге қолданылатын алып гуано қоры бар болып шығады. Никке ақсақалдарды күшпен келісімге қол қойдыру бұйырылады. Ал егер олар бас тартса, аралды босату үшін еркек әйел бала демей бәрін өлтіру тапсырмасы берілді. Шындықты естігеннен кейін Ник Локимен бірге тауға барып, қасиетті үңгірлерді жасырылған алып гуано қорын көреді. Аралды аралап жүріп, Локи бұл үңгірлермен гуаноның ауыл тұрғындары ұрпақтар бойы қорғап келген қасиетті қазына екенін түсіндіреді. Осы сәттен бастап Ник жергілікті халыққа жанашырлық таныта бастайды. Ол компанияның жоспары аралды толықтай қазып тұрғындардың қасиетті жерін бір жола жою екенін түсінеді. Осы уақытта Блейдс штамсызданып, операцияны өз қолына ала бастайды. Ол ауыл тұрғындарын қорқытып, үркіткен кезде ақсақалдардың бірі алға шығып, қолын ағаштың үстіне қояды. Сосын еш ойланбастан балтамен өз қолын шолып тастайды. Кейін жараның қан тоқтату үшін күйіп тұрған көмірге басады. Осылайша ол Блейдске тайпаның ешқашан азап пен қорқынышқа берілмейтінін дәлелдейді. Ник мүлде басқа көзқараспен оралып, Блейдсті барлығының көзінше аяусыз сабайды. Премию, ты хочешь получить свои дерьмовые барыши? Забери, мужик, пошли со мной. Ладно, еще не вечер. Ничего не кончилось. Ол Блейдске аралдан кетуді бұйырады, және кім келіспесе еркін кете алатынын айтады. Нолан, Блейдс және Джимми Джи Никті тастап кетуді шешеді. Бірақ Джимми Джидің бұл шешімге іштей қиналып тұрғаны байқалады. Ол Грейс, Уэр және Жамал Никтің жағында қалады. Бұл кезде компания заңгерлері жай ғана бас тарту жеткіліксіз екенін түсінеді. Сондықтан олар мәселені күшпен шешу үшін Кейферді жалдайды. Кейфер компанияның неге Никті таңдағанын түсінбей ашуланады. Өйткені бүкіл операция оның өз аумағында өтіп жатыр еді. Кездесу соңында Кейфер өзін жай жалдамалы сарбаз емес, толыққанды бизнес серіктес ретінде қабылдауды талап етеді. Заңгерлер қарсы бола бастағанда Кейфер олардың бірін тұншықтыра бастайды. Ақырында олар келісуге мәжбүр болады. Сол уақытта Нолан, Джимми Джи және Блейдс компанияның ақшасын қабылдап, ресми түрде Никке қарсы шығады. Кейін Ник По мен ауыл ақсақалдарымен кездеседі. Алғашында ақсақалдар қан төгістен қашып, аралдан кетуді ойлайды. Бірақ Ник компания қайда басса да оларды тауып алатынын түсіндіреді. Ол тайпаны туған жер үшін күресуден басқа жол жоқ екеніне сендіреді. Сөйтіп ауыл тұрғындары ата-бабаларының ежелгі жауынгерлік дәстүрлеріне қайта оралып, соғысқа дайындала бастайды. Көп ұзамай полковник Мерик Кейфермен бірге аралға келеді. Мерик Никті шетке жығып, ауыл тұрғындарын Кейферге қалдыруға көндірмек болады. Бірақ Ник кері шегінуден бас тартып, аралдықтардың жағында қалады. Компания басшылары мен олардың жалдамалылары уақытша аралдан кетіп, қосымша күш жинауға аттанады. Құрлыққа жеткен соң Кейфер жергілікті жалдамалы әскер жинап, ауыр қаруланған жылдам қайықтармен аралға қайта оралады. Жалдамалылар ішке қарай жылжи бастағанда, ауыл тұрғындары дайындаған өлімге толық тұзақтарға түсіп, үлкен шығынға ұшырайды. Жамал қаруланған ауыл тұрғындарын джунгли арқылы бастап өтіп, жаудың алға жылжыған топтарын қапталдан шабуылдайды. Бірақ ақырында компания күштері ауыр пулеметтер мен минометтерді пайдаланып, қорғаушыларды ауылға қарай шегінуге мәжбүр етеді. Ұрыс қызған кезде Джимми мен Джи Грейстің бір жалдамалының құрсауында қалған көреді. Ол достарына опасыздық жасай алмайтын түсініп, кенеттен жақ ауыстырады. Қос тапаншасын шығарып, жалдамалыны атып өлтіреді. Бірақ дәл сол сәтте Голдмаут Джимми Джиді басынан атып тастайды. Кейін ол ашуын Грейстен алмақ болады. Алайда Грейс оның көйлегінің ішіне граната тығып жібереді. Жарылыс Голдмаутты бір жола өлтіреді. Ник төбеге шығып, жау жалдамаларына толы ғимаратқа жарылғыш снаряд атады. Көптеген адам бірден қаза табады. Бірақ полковник Мерик аман қалды. Қатты шайқас кезінде Уэр топтан бөлініп қалып, Блейдстің қоршауында қалады.
Ол барынша қарсыласқанымен Блейз физикалық тұрғыдан басым түсіп, оның мойнын сындырып өлтіреді. Алайда Блейздің өзі де қорқынышты өлімге ұшырайды. Жергілікті бір қыз оның мойнына арқан байлап, екінші ұшын жылдам қайыққа бекітеді. Кейін моторды іске қосып, Блейзді сүйретіп өлтіреді. Мұны көрген Кейфер жағажайда тұрған қызды бірден атып тастап, үңгірлерге қарай шегінеді. Сол жерде ол Ник пен полковник Мериктің текетіресін көреді. Бірақ дәл сол сәтте По екі заңгердің кесілген бастарын көтеріп келеді. Компания басшыларының өлгенін және енді оларға ақша төлейтін ешкім қалмаған түсінген Мерик адамдарын атысқа тоқтатуға бұйырады. Алайда Кейфер бұйрықты елемей, базукамен Мерикті өлтіріп, соңғы шайқас үшін Никке қарсы шығады. Екеуі бір-біріне жан түршігерлік соққылар жасап, аяусыз төбелеседі. Кейін Кейфер Никті терең суға итеріп құлатып, басын су астында ұстап тұрып, тұншықтырмақ болады. Су астында Ник лайдың арасын сипалап жүріп, үшкір жануар сүйегін тауып алады. Сосын оны Кейфердің тамағына сұғып жібереді. Кейін оны аударып, су астында қозғалыс тоқтағанша ұстап тұрады. Ауыр шайқастан кейін ауыл тұрғындары мен тірі қалған жалдамалылар Уэрге, Джимми Джиге және жерін қорғап қаза тапқан барлық арал тұрғындарына арнап дәстүрлі жерлеу рәсімін өткізеді. Оқиғаның соңында Жамал мен Грейс траулерге мініп, Америкаға қайтуға дайындалады. Ал Ник аралда қалуды таңдайды. Ол Локи мен Поның жанында жағалауда үнсіз тұрып, алыстап бара жатқан қайыққа қарайды. Арал біртіндеп қайтадан тыныш әрі табиғи қалпына орала бастайды. Осындай драмаларды көбірек көру үшін арнаға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл арнаға үлкен қолдау болады.